Тараз қаласы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінде 2021 жылдың 20 қаңтары мен 2 ақпан аралығында ұлттық бірыңғай тестілеу өтуде. ОБТ-ны 14 лек бойынша 4650 оқушы мен студент тапсырады. Тестілеуге Дулати университетінің 6-1 оқу ғимаратының 14 аудиториясы бекітілген. Жалпы сыйымдылық саны 343 орын. Аудиториялар орналасқан ғимараттың әр қабатында санитарлық желілер бар. Металл үздегіш құрылғылардың 8 данасы, арқалы металл детектордың 2 данасы бар. Ұялы байланыс телефондарының сигналдарын басатын құрылғылардың 28 данасы қайта сертификациядан өткізіліп дайындалды. ОБТ-ның санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырылып өткізілу үшін қажетті заттармен толығымен жабдықталған. Барлық аудиторияларда, сонымен қатар резервтегі аудиторияларда ОБТ барысын бақылайтын және онлайн трансляциялауды қамтамасыз ететін бейне камералары орнатылған. Құрметті ата-ана, оқушылар, бақ өкілдері, 20 қаңтар мен 2 ақпан аралығында Дулати университетінің базасында өтіп жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу процесін университеттің ресми сайтынан тікелей эфирді Интернет Explorer браузері арқылы қарай аласыздар. Талапкер, Дулати университеті сізге сәттілік тілейді.